Айдай ханым, менің сұрағым Ботаға. Бота, сен алдыңғы жолы эфирге шыққан кезде айтқан болатынсың, маған дайындық керек, мен дайын емеспін деп. Эфирді қарадым, видеороликтарымды қарадым, бір керемет бір дайындық көріп тұрған жоқпын. Киімің үй киімі сияқты, түрің обычный. Не дайындық керек болды саған? Соны айтып берсең. Айжан, сен үй киім дейтін демей, үй киіммен шыға салдың ба? Сен ол кезде мен қасымда тұрдың ба? Жоқ, маған солай көрінді. Енді сен қызсың ғой, Айжан, тыңдашы, сен қызсың, мен де қызбын. Сен бұл жерде мен түсіну керексің. Ана жерде мен өзім айтып тұрмын ғой, мен таңнан бастап. Жоқ, мен ойладым да, сен көйлек киіп, ұзын көйлек, мен сондай нәрсе киім керек деп ойладым. Ұзын көйлектің сыртынан сондай не кидім? Жемпір кидім. Маған тек жемпірің ғана көрінді. Юбкасын көрмеген шығарсың онда. Нұрсұлтан. Бір мін іздейді да отырады. Осы қатысушылар вообще. Айдай ханым, біз қатысушы болғандықтан пікір айту біздің міндетіміз. Жоқ, айтсаң үй киім деп адам құсап, киіміңді дұрыстап деп айту керексің. Үй киім демей дұрыстап айту керексің. Жоқ, Мен саған үй киіммен шықты десем, мысалы мен саған свидание үй киіммен шықты десем, саған қалай тиеді ол?